Сіз өз өміріңізді басқарып отырмын деп ойлайсыз ба? Шындыққа тура қараңыз. Сіздің денеңіз бұл өткен шақтың химиялық қоспасына тәуелді болған түрме. Сіз күн сайын таңертең оянғанда жаңа күнге емес, кешегі күннің естеліктеріне оянасыз. Сіздің миыңыз өткен шақтың жазбасы. Ал денеңіз сол өткен шақтың эмоционалдық қоймасы. Ояна сала телефонға жармасқанда, сіз өзіңізді ескі меніңізге қайта қосасыз. Сіз өз тағдырының қожайыны емес, биологиялық бағдарламамен басқарылатын машинасыз. Бүгін біз осы шын жырды үземіз. Біздің миымызда нейрондық байланыстар тасқа қашалғандай қатып қалған. Сіз бір қалыпты ойлағанда миыңыз бір қалыпты сигналдар жібереді, ал денеңіз соған сәйкес химиялық реакция береді. Біздің аналитикалық ақылымыз сана мен бейсаналықтың арасындағы есікті жауып тастаған. Өзгеріс болу үшін сіз осы есіктен өтіп, кванттық өріске енуіңіз керек. Сіздің электромагниттік қолтаңбаңыз, яғни ойыңыз бен сезіміңіздің қосындысы, айналаңыздағы шындықты құрайды. Егер сіз іштей жетіспеушілік сезімінде болсаңыз, әлем сізге тек жетіспеушілікті береді. Бұл физика. Бұл заңдылық. Ескі нұсқаңыз ыңғайлы. Бірақ ол өлі нұсқа. Ол шағымдануға, біреуді кінәлауға, өзін аяуға үйренген. Бұл құрбанның санасы. Ал болашақ мен? Ол әлі жоқ. Ол белгісіздік. Ол бостық. Сіз сол бостықтан қорқасыз. Содан барып таныс қасіретке қайта ораласыз. Бірақ тыңдаңыз, болашақ ол сіз әлі сезінбеген эмоция. Өзгеріс дегеніміз сыртқы ортадан, уақыттан және денеңіздің қалауынан биік тұру. Сіздің денеңіз әлі де өткеннің уында ма? Сіз биологияңызға тағдырыңызды жазуға рұқсат бересіз бе? Мен сізге 7 күндік эксперимент ұсынамын. Бұл жай ғана кеңес емес, бұл биологиялық жаңару. Бір таңертеңгілік саналы таңдау. Денеңіз кофе немесе үйреншікті мазасыздықты сұрап шыңғырғанда оған тоқтау салыңыз. Тоқта, дене. Мұнда сен емес, мен қожайынмын. Өзіңізден сұраңыз, бүгін менің ең керемет бейнем қандай болады? Күні бойы мазалайтын 4 жағымсыз ой мен 4 зиянды әрекетті бұғаттаңыз. Болашақтағы жеңісті дәл қазір сезініңіз. 2. Кеңістіктің тыныштығы. Күн ішінде уақыт тауып, көзіңізді жұмып, айналаңыздағы кеңістікті сезініңіз. Өзіңізді сол шексіз кеңістіктің бір бөлшегі ретінде сезінуге тырысыңыз. Бір тұтас кванттық өрісте ешкімге, еш нәрсеге айналуға уақыт табыңыз. Көзіңізді жұмып, айналаңыздағы кеңістікті сезініңіз. Бос кеңістікке назар аударғанда, сіз стресс гормондарын төмендетіп, ми толқындарын синхрондайсыз. Сіз өзіңіздің нейрондық байланыстарыңызды қайта. 3. Шынайы ризашылық. Ұйқыға жатарда денеңізді ризашылыққа үйретіңіз. Бұл қабылдаудың соңғы күйі. Күніне 10 минуттық ризашылық ағзаңызда 1200-ге жуық сауықтырушы реакцияны іске қосады. Бұл неге маңызды? Біз әдетте бір нәрсе алғанда ғана рахмет айтамыз. Ал ризашылық күйінде болу қабылдауға дайын болу деген сөз. Егер сіз іштей стресте болып, мен баймын десеңіз, денеңіз өтірік деп қабылдамайды. Бірақ ризашылық күйінде айтылған ой денеге терең ұялайды. Бұл тәжірибе басында қиын болады. Денеңіз қарсыласады. Ол ескі химияны талап етеді. Бірақ 7 күннен кейін сіз ескі бағдарламаның өшіп, жаңасының жазылғанын көресіз. Сіз бұл сіздің өткеніңіз емессіз. Сіз дәл қазір шешім қабылдап тұрған санасыз. Есіңізде болсын, сіздің биологияңыз ойыңызға бағынады. Сыртқы себеп пайда болғанға дейін өзіңізді сау, тірі және сүйікті сезіне бастаңыз. Сонда әлемде өзгермей тұра алмайды. Бұл нағыз еркіндік. 7 күнді бүгіннен бастаңыз. Егер бұл сіздің жаныңызды оятса, жазылыңыз, бөлісіңіз. Санаңыз сау, рухыңыз биік болсын. Кванттық өрісте кездескенше.